Киевті Мәскеу бомбалады. Онсыз да бұған ақпарат ретінде таңырқамастай едік. Жаңағы Киевті де Украинаның басқа жерінде орыстың бомбалағанына қай заман. Бүтін кірпіш қалмайтындай болып, Украинаның қаласы да, даласы да тас-талқан болды. Украинаның даласын орыстың тәңкісі сасық өлігі толтырса, қаласын қиратып жатырақ енді. Қазір енді Украин жерінде бүкіл электрмен қамдайтын от электр станциялар, су электр, тағы басқа да осы электрмен қамдайтын орталықтардың бәрін тас-талқан шығарған. Тасымалдайтын орталықтар, жеткізетін орталықтар, бүкіл осы электрге қатысты жүйені құртты, бітірді. Бұл жердегі әңгіменің түйіні Киевті Мәскеудің бомбалауында жатқан жоқ. Әңгіменің түйіні бұлар Иранның дрондары менен Иранның зымырандарын алыпты. Енді осыдан барып халықарада үлкен бір тың тақырып сахнаға шықты. Бұғанға дейін Америка мен Еуропа Қытайдың көзін шұқып келген. Тіпті бұғанға дейін Қытайды партнеріміз, Қытай біздің саудадағы әріптесіміз деп майпаздап келген батыс Қытайға тіпті соңғы кезде шақырып алып, анау Си Цзиньпиннің ерекше өкілін шақырып алып, көзіне шұқып тұрып, егер сендер орысты қолдайтын болсаңдар, көрсетеміз көздеріңе деген сияқты ескертулерін анық ескертіп отырған болса, Қытайдың өзі тек ақпарат арқылы Путинді пуда дейді. Путин, ұлы император Путин, ұлы патша Путин деп. Осы орыстың әрбір жеткен жетістігін тура әсерлетіп, жалаулатып тұрып, мақтап сөйтіп жазған болса, жаңағы енді Қытайдың өз орысты ашық қолдаудан қорқып қалғанын анық көрсеткен болатын. Ендігі әңгіме Қытай бейтарап позиция ұстанатын болып, анық ашық қолдай алмай тұрған кезде сахнаға Иран шықты. Көп жұрт ойлайды, бұл Иран сахнаға шықты не, шықпады не, одан орысқа келер кетер не бар дейді. Ендеше мен осы жерін таратып түсіндіріп сөйлейін. Біріншісі, Иранның сахнаға шығуы, Путиннің Ираннан зымырандар менен дрондарды алып, анау өзін өзі жарып жіберетін дрондарды алып, Мәскеуді бомбалауы орыстың әбден біткендігінің бір дәлелі. Яғни орыста енді атом қаруынан басқа қару қалған жоқ. Орыстың қару жарағы бітті. Енді күні Иранға қалды. Бұл бір. Екіншісі, мына әлемде ресми түрде жарияламағанымен бейне екінші дүниежүзілік соғыста Германия, Италия, Жапония үш фашистік ел фашистік блок құрған сияқты, қазір мынау Иран, Қытай, Орыс өздері ресми түрде біз демократияға қарсы, бүкіл адамзатқа қарсы блок болып қалыптастық деп жарияламағанымен, шын мәнінде бұл үш ел әскери одақ болып қалыптасып қойды. Әскери одақ. Енді Индия оған кірем ба, кірмейін ба деп Индияның былайша айтқанда жаңағы ындыны бар, олардың да кіргісі келеді, бірақ Индия қанша айтқанмен демократиялық ел, сонымен ол кіре алмай отыр. Бірақ Шанхай ынтымақтастығына кіреміз деп, оған Түркия кіреміз деп, қысқасы бұл демократияға қарсы диктаторлардың клубы болып қалыптасып келе жатыр. Мысалы, Режеп Тайып Ердоған, ол да мына Түркияны енді өлгенше билегісі келетін диктатор. Ол да мына Түркияны құрдымға әкетіп бара жатыр міне. Қымбатшылық, жұмыссыздық, Түркияның бүкіл өндірісін құртты. Қытаймен одақ болды. Ұлына компанияны құрып берді. Сөйтіп енді бүкіл Түркияның бәленбай ғасырлық киім кешек, тауар, жеңіл тауар жағындағы өндірісінің бәрін құртып, Қытайдың арзан тауарын кіргізіп, Түркияны құртты қысқасы. Енді оның Түркияны құртқанына байланысты
Түркияның халқы оған наразы болғанымен, бірақ Ердоған өзінің саяси қарсыласының бәрінің көзін құртып тастады дағы, қысқасы демократияға гудбай айтты ғой. Демократия қош сау бол. Түріктер демократияның дәмін де сезбейсіңдер, иісін де сезбейсіңдер. Енді сол мен өліп мәлкілдеп, жағым түсіп қалғанша сендерді билеймін деді. Қысқасы Қытайдың арзан тауарын алып кеп түріктің өндірісін құртты. Енді көп жұрт ойлайды, ойбай, түріктің өндірісі бар ғой, тауары бар ғой, анау мынау. Енді қараңыздар. Ердоған билікке келгенде түріктің өзінің буржуазиясы, капиталисті қалыптасып болған кез. Өзінің тауар өндірісі бар, өнеркәсіп саласында, жеңіл тауар саласында бәрінде қалыптасып болған кез. Ал осындай жағдайда Ердоған билікке келді, бірақ бұл капиталистер Ердоғанға бір тиын да бермейді. Ердоған одан ақша да ала алмайды. Себебі кәдімгі капиталистік жүйе, сен президент болсаң келесің, кетесің, жаңағы Қазақстан Назарбаев сияқты тартып ала алмайды. Енді Ердоғанға айтты, оған байлық керек, оған мына тақты ұстап тұру керек. Сөйтті де ол алды да ұлына жаңағы импорт-экспорт корпорациясын құрғызды. Сонымен Қытайдан бір тауарды кіргізеді, миллион тауарды контрабандамен кіргізеді. Сонымен бүкіл Түркияның нарығын жаңағы бұның өзінің отбасылық компаниясына жаулап, Қытайдан триллиондаған доллар қарыз алды. Онымен ана проектіге жұмсаймыз, мына проектіге жұмсаймыз. Сонымен Сириядағы соғыс болды. Сириядан жаңағы өзі басып алған жер бар. Күрдтерді сылтауратады. Одан жаңағы бензин, мұнай тасиды. Оның бензин, мұнай тасыған, жаңағы жанармай Сирияның мұнайын тасыған КамАЗдарын, жаңа жүк көліктерін, тасығыштарын біресе орыс бомбалап кетеді, біресе Сирияның қарулы күштері бомбалап кетеді. Бірақ бомбаламай аман қалғанның өзінде ол қысқасы байыды. Ұлы екеу енді іріп-шіріп байып, жаңағы түріктің бұғанға дейін бәленбай ғасырдан бері қалыптасып қалған бүкіл өндірісін құртып, өздері Қытайдың арзан тауарын кіргізіп, және Сирияның мұнай арқылы байыды ғой, сөздің шыны керек. Сирияның мұнай арқылы байығанда енді дәл қазір бұлардың әулетінен бай әулет Түркияда қалмай қалды. Сөйтті де өзіне қарсылас боладау дегендердің бәрінің көзін құртты. Сатып алатын сатып алды, құртатынын құртты, қашыратынын қашырды. Тіпті сөйтіп шипасын бітіріп болды. Мына Қазақстанда Гүленші дейтін бір ағым болушы еді ғой. Сол Гүленшілердің бүкіл жер әлемінен сол Гүленшілерді Африкадағысын, Малайзиядағысын, тіпті Қырғызстандағысын 20 жылдан бері қырғыз азаматы болып кеткен Гүленшіге дейін жаңа қуып жүріп ұстаған себеп осы. Қысқасы діни лидердерде, саяси лидерде бәрін құртып, көкте күн жалғыз, жерде мен жалғызбын дейтін патша болып шықты. Енді бұл да сол осы Орыс, Қытай, Иран жаңағы диктаторлар клубына Бушалдың да қосылғысы бар. Себебі Бушал Еуропа мен Америка ұнамайды. Еуропа мен Америка айтады, таққа жабысып қалған жоқсың, босат дейді. Ал бұл босатқысы келмейді. Енді қайтеді? Демократияға қарсы күресу керек. Америкамен жау болу керек, Еуропамен жау болу керек. Ал Америкамен, Еуропамен жау болудың арты мемлекетін күйретеді, қысқасы. Енді қысқасы Түркияны егер осы шал күйретіп, Түркияны ең соңында дінді желеу қылып, өзін діндар көрсетіп, жаңағы Түркияның халқының енді діни наным сенімі күшті халық. Сөйтеді, ойбай, мына шалың жібереді, қырағатты, дұрыстап, баяғыда бала күнде медресе оққан шал. Сонымен енді ойбай, мына шал діндар екен дейді. Бәтті, ал шалың діннің тонын жамылып алды да түрікті қарызға батырып, қысқасы құрдымға сүйреп әкетіп бара жатыр. Енді оның қасында біздің жаңа сақалы сапсиып Боқболат барды. Сол өткенде Боқболат оның үйіне барған ба, өзімен кезіккен ба, бойы құрттай болып Боқболат тұр, жаңағы 2 метр болып түріктің ең кіші арық шалы тұр. Екеуінің суретіне қарап енді күлкін келеді енді екеуіне. Боқболат уәде беріп тұрса керек, енді сізге мұнай керек, Сириядан ұрдап жырдап тасып, бізде мұнай көп, егер мына тақты маған алып берсең, мына диктаторлар клубы арқылы мен сізге мұнайды тегін берем деді ма, білмеймін енді. Боқболат оған қандай уәде беріп жатыр. Әйтеу Боқболатты ол Қазақстанға алып кеп, сол қысқасы Тоқаевтың орнына Боқболатты шаншығысы кеп тұр ғой, сол ертең. Енді Боқболат Қазақстанға патша болса, Боқболат өзінің сол сектасын Қазақстанға кіргізсе, енді қазақ халқына бір жақсылық болады деп ойламайым, бірақ енді 4 тоқал алуды заңдастырып береді. Енді одан басқа жақсылық болады деп ойламайым.
Сол енді матаға біраз үнем болады, шалбарларыңыз қысқа болады. Сол сақалдарыңыз биттеп жүресіздер сол енді. Мына әйелдер жағы енді ойлана беріңіздер, егер боқ болаттар билікке келсе сол енді. Мына әдетте өзі бұтында бір бүтін дамбалы жоқ, қорасында бір сабатын сиыры да жоқ. Жаңағы қарыздан көз ашпаған өмірі адам болып Қазақстанда Назарбаевтың 30 жылында иіні жарып, киім кимеген, қарны жарып, тамақ ішпеген, өзі арып ашқан қазақтың еркектері кредиттен кредит, той алса да кредит, өлсе де кредит, баласын оқуға жіберсе де кредит, әскерге жіберсе де кредит. Баласын Назарбаевтың педофилдері зорлап өлтіріп тастаса да кредит, сотталса да кредит. Сол сорлы қазақ өзі сорлап жүргеніне қарамай, ана өзінен арман жүнжіп сорлап жүрген қатынның жүйкесін жұқартуға пысық қой, тоқал алам да қып қояды. Ал қатыны өзінен арман жүнжіп кеткен, өзі тіпті жүнжіп жүр, бірақ тоқал алам деп қояды да. Себебі біздің ана сорлы депутаттар жоғарыда отырып алып, жаңағы тоқал тақырыбын заңдастырамыз деп бытқып жүреді ғой. Халықты сөйтіп бір болмайтын тақырыпқа кіргізіп қою керек те, миларын аштып. Ол анығында тоқал тақырыбы 99-да 999 қазақпен қатысы жоқ қой ол. Анау біздің ірі пішірген үстем тап, езуші тап, қанаушы тап, анау ұры, қарақшы, анау шайтандардың тақырыбы да, қара халықпен қатысы жоқ ол тақырыптың. Сол енді сол диктаторлар клубіне біздің мынау тоңқаң етіп ернін бояп Тоқаев та қатысқалы отыр. Ол өтіріктен Америкаға жағымпазданам дегенмен соңғы кезде жаңағы мәскісін жыртып, Путин әлгі Кремльге шақырғанда ол шауып барды, өткенде Путинді шақырып алды өзі. Қысқасы батыстың алдында ол өзінің таза орыс пен Қытайдың құл екендігін дәлелдеді. Енді осы диктаторлар клубы Қытай, орыс бастаған, оған Иран қосылған, оған мынау біздің мынау жаңағы жалмауыз қатын дейма, қатын сияқты Тоқаев қосылған, ернін бояп, бетін бояп алған әдемі қатынды бастық. Енді сол қалың диктаторлар өздері бас болып, сөйтіп диктаторлар клубын құрмақшы, оған мына түріктің ең кіші арықшалы ол қосылам деп отыр. Сонымен бүкіл дүние қақ екіге айырылғалы тұр. Еуропа мен Америка, Жапония мен Корея, Тайвань, олар кәдімгі демократиялық блок, кәдімгі батыстық демократиялық блок, жаңағы өңкөй диктатор сұмырай қанышерлердің бастары қосылып, олар кәдімгі диктаторлар клубы болып, сонымен диктатура мен демократияның соғысы болғалы жатыр ғой. Міне дүниеңіздің қызығы осы болғалы жатыр. Енді осы кезде бұғанға дейін Қытай өзінше бейтарап болды, Иран өзінше жаңағы ашбәледен қашбәле деп қосылмай өз алдына тәуелсіз тұрғанда алды да Киевті бомбалап кеп жіберді орыс. Сонымен ол бомбаның бәлем байы ғимаратқа тиіп, түген байы доқтырханаға, мектепке тиіп, жаңағы тұрғын үйге тиіп, бүкіл Украина ақ-көк болып жатқан кезде, ойбай, мына дрон деп жаңағы, мынау немненікі ғой, орыстық емес, ой, мынау Ирандікі деді. Міне сонымен Украин Иранның қылмысын әлемге ашып тастады. Оның алдында Иранның бір лауазымдысы Мәскеуге келіп қайтқан. Ол лауазымдысы Мәскеуге келіп, құпия Путинменен сен қанша бересің, мен сонша берем деп қысқасы ақшаға келісіп қайтқан. Онысын олар жасырған. Енді сол жасырғанына қарамастан, міне жарылмай қалған дрондарын ұстап алып, зымырандарын ұстап алып, міне деп дүниеге ашкерлеп, енді Иран сөздің шыны көз алақандай болып бүкіл әлемнің алдында мен емеспін, менікім кінәлім емес деп айғайлап ол жатыр. Ал Путинға бәрібір, ол Путинда дос жоқ. Оған Иран отқа күйеме, Қытай отқа күйеме бәрібір, оған бәрібір мына айналасына сол Америкамен жау болып, өздерінше Америкаға да жаман көрінбей, орысты жасырын қолдаймыз деген Қытай мен Иранның Америкаға жек көрінішті болып, қысқасы Америка оларды қыса түссе, Америка қысқан сайын Қытай мен Иран менің қолтығыма тығыла түседі деген Путиннің арам есебі бар. Тіпті Путиннің өзі әрбірден кейін сол дрондар мен зымырандарды Ираннан сатып алдым, мынандай дронды Қытайдан алдым, мынандай чипті Қытайдан алдым деп Путиннің өзі шпиондары арқылы 3-ші, 4-ші канал, 5-ші, 10-ші канал арқылы сол Американың ақпараты соның өзі беруі мүмкін. Себебі Путинға
Мынау Қытайға да жағам, Орысқа да жағам, ортадан ептеп жасырын жаңағы жең ұшынан жалғасып қолдаймын, сен ақшамен қолдаймын, чиппен қолдаймын, дронмен қолдаймын, техникамен қолдаймын деген, жаңа киім кешекпен қолдаймын деген Қытайды, сен не Америкаға жақ бол, не мен жақ бол, мен де міне бүкіл ақшамды блоктатып тастадым, бәрін мұздатып тастадым, өлген жоқпын, сенікі де мұздатса мұздасын, қысқасы бір соғысайықшы өзі. Құмарданғанып деп Путин мына есерсоқ, қысқасы Қытай мен Иранды сүйреп, өзі батқан құйға, өзі батқан батпаққа Путин жаңағы ала кетпекші болып тұрған. Яғни Иран мен Қытайды Путин көрге ала кетпекші болып тұр, сөздің шыны.